Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен қысқа сақталатын қызанақтың маринадтаудың ең тиімді, ең оңай жолымен бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз қандай жолмен жабасыз, пікірде бөлісе отырыңыздар. Керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін подписация етіп алыңыз. Бізге керек заттар: қызанақтың неғұрлым майдалауын таңдаған дұрыс. Ірілеуін таңдасаңыз банкіңізға азғантай ғана кететін болады. Болгар бұрышы осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ас көк қажет болады, сарымсақ, ащы бұрыш қоссаңыз болады қалауыңызша, қара бұрыш, аспирин, тұз, құмшекер, уксус және де лавр жапырағы қажет болады. Егер сіздің сарымсақтарыңыз үлкен болса, осылай майда бөліктерге бөліп алуға кеңес беремін. Сол кезде дәмі де ерекше болып шығады. Алдын ала буланған банкымызға 1-1,5 шай қасық сарымсақты салып аламыз. Үстінен домалақ қара бұрышымызды саламыз және де укропты саламыз. Үстінен помидорларымызды жақсылап, тығыздап орналастырып шығатын боламыз. Қызанақтарымызды қолдың көмегімен тығыздап салып шығатын боламыз. Тығыздап салмасаңыз, арасы ашық, көп қызанақ кетпейтін болады. Сондықтан тығыздап салуға тырысыңыздар. Достар, менің арнамнан қысқа сақталатын компоттар, салаттар және де варенье рецепттерін таба аласыз. Сондықтан тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Пайдалы деген видео рецепттеріңізбен достарыңызбен бөлісе де отырыңыз. Туралған тәтті болгар бұрыштарымызды жандарына салып шығамыз. Бұл қызанақтарымызға ерекше дәм береді. Ащы бұрыш қосамыз. 1 данасын салсаңыз да жеткілікті. Барлық қызанақтарымызды салып орналастырып болғаннан соң, лавр жапырағынан 1-2 дана қосатын боламыз. Қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минут өткеннен соң, ішіндегі судың бәрін төгіп тастайтын боламыз. Банкадағы суды төккеннен соң, үстіне 1,5 ас қасық тұзымызды саламыз, 3 ас қасық құмшекер саламыз. 1 дана аспирин дәрісін салатын боламыз. Ол біздің банкаларымыз атылып кетпес үшін, көтеріліп кетпес үшін пайдаланамыз. Оның ешқандай зияны жоқ. Міндетті түрде осылай қолданыңыздар. Уксусты қосамыз, 70%, 1 шай қасық қосамыз. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз да, қақпағын жауып, бұрап тастайтын боламыз. Жақсылап ауа кірмейтін етіп, 1 күн төңкеріп, жылы етіп орап қоямыз. Одан кейін складтарыңызға қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жыл сайын жасайтын рецептім, міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болғаныма Дина.